арнай ханым мінекей өзінің қызын айықтырды. Бұл кісінің ситуациясы ол сіздің ситуацияңыздан 2-3 есе төмен. Маған есімде, бұл кісі июнь айының 27-сінде келді. Қызым 1 жыл академия алады, сабаққа қосылмайды деді. Қызымның 2 өкпесінде тесік деді. Почти жоқ деп көрсетіп тұр деді. Өкпе жоқ деп көрсетіп тұр деді. Солай емес па? Бұл кісі ойшы маған ешнәрсе айта алған жоқ. Бұл кісі әбден жылады. Бұл кісі жылап боламын дегенше мен басқа адамдармен жұмыс істедім. Әбден болсын дедім. Бір где-то жарты сағаттан аса болды. Жылап, көзінің жаусы таусылды ма? Или жылап ішіндегісі шықты ма? 2014-те болған оқиға. Қазір одан кейін 11 жыл өтті. Сосын бұл кісінің әңгімесін тыңдадым. Менің қызым енді оқи алмайды. Биыл академияда болады. 1 жылға дейін ток диспансерден шықпайды деді. Қазірдің өзінде бізді кіргізбейді деді. Бізде әлі июньнің 27-сі. Уақыт бар. Бақандай 2 ай бар дедім. 2 айдың ішінде қызыңның қайтадан 2 өкпесі тап-таза болып, студент болып, академия алмай оқуын жалғастырғанын қалайсыз ба деп едім. Я, деді бірден. Жан бітті бірден. Онда просто менің айтқанымды істейсің, маған сұрақ қоймайсың. Да, беріңіз деді, бәрін бердім. Сол себепті қазір не керек екенін қайтып айтып жатпаймын. Түгел сауығып кетемін, қайтадан ауырмаймын десеңіз, қазір мен берген өнімдерді қолданасыз. Бұл эксперименттен өтіп кеткен, әлемдік нарықта 31 жыл болды дәлелденгеніне. Поэтому бұл 57 елдегі өнім, бұл ешқандай талқылауға алынбайтын өнім, өйткені бұл квантты физиктердің еңбегі. Бұлар оздоровительный продукция. БАД емес. Түсініңіз ғой, да? Сол себепті біз осы жерде мен 19 жылдан бері отырмын. Сол үшін бұл тек қана пайдасын беретін өнімдер, қойылатын талап, өнімді өзінің нормативіне апарып қолдану. Аяқтау.